Құлпынай тосабын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен құлпынайды сабақтарынан тазалап шығамыз. Сабақтардан тазаланған құлпынайды судың астында жуып аламыз. Құлпынайдың мөлшерімен бірдей етіп қантты өлшеп алып, су қосып сироп дайындаймыз. Қанты еріп дайын болған сиропқа құлпынайларымызды саламыз. Орташа отта қайнағанша күтеміз. Тосабымыз қайнап шыққанда астындағы отты сөндіріп, суығанша күтеміз. Суығаннан соң тосаптың астын жағып, 2 рет тағы да қайнатып шығамыз. Сонымен тосабымыз дайын болды. Дайын болған тосабымызды буланған банкілерге құйып, крышкамен жауып, үстіне осылайынан жылы жауып орап қоямыз. Міне біздің тосабымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай құлпынай тосабы өте әдемі болып шықты. Құлпынайлар ешқандай езілмей, дана-дана болып піскен. Егер видео ұнаса, каналыма жазылып лайк басыңыздар.